Қайырлы күн, құрметтілерім. Сіздермен Adlet.gov қосымшасы туралы ақпаратпен бөлісетін болам. Кез келген App Store немесе Play Market'тен поисковикке Adlet.gov деп тересіздер, және де осы көрсетілген видеодағы иконкасы бар қосымшаны орнатасыздар. Жалпы бұл қосымша не үшін керек? Алдыңғы видеоларда төбе жаққа сілтемесін қойып кетем. iSoip.gov.kz сайтымен сіздерді таныстырған болатынмын. Яғни ол атқарушылық өндірісті сот орындаушыға іс өткеннен кейін тимдарды қалай көруге болады, атқарушы жазбаларымен таныстыратын Әділет министрлігінің және сот орындаушыларының сайты болатын тұғын. Қазіргі таңда олар қосымша ойлап тапқан, яғни сіздер міндетті түрде ноутбук керек емес, электронды цифрлы қолтаңба файл үлгісі керек емес. Телефонға осы қосымшаны орнатасыздар, және де YouGov Mobile арқылы тіркеліп қолдансаңыздар болады. Қосымшаны орнатып болғаннан кейін біз жеке профилімізге кірсек болады. Ол үшін кіру батырмасын басамыз, және YouGov Mobile арқылы кіру керек біз. Бірақ YouGov Mobile арқылы кіру үшін міндетті түрде алдымен тіркеуден өтуіміз керек. Тіркелген кезде міндетті түрде электрондық почтамызды тереміз, және де электрондық почтаны теріп болғаннан кейін растау батырмасын басамыз. Растау батырмасын басылғаннан кейін қосымша автоматты түрде сіздерді YouGov Mobileға сілтеме жасайды. YouGov Mobileға кіресіздер де авторизациядан өтіп, Adlet.gov приложениясына кіру үшін электронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қойып тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін қайтадан Adlet.gov приложениясына барып, кіру батырмасын басасыздар. Кіру батырмасын басқаннан кейін сіздерді автоматты түрде YouGov Mobile приложениясына сілтеме арқылы жібереді, және қайтадан YouGov Mobile приложениясы арқылы қол қою нысанында приложенияға қосымшаға авторизациядан өтіп кіресіздер. Бұл приложение арқылы сіздер кез келген жерден қандай іс қозғалды атқарушылық өндіріс бойынша ақпарат аласыздар. Яғни кабинет сторон дейді ғой, кабинет сторонға, яғни профиль арқылы кіріп, қандай іс қозғалды, ол іс бойынша атқару жазбасы немесе атқару парағы, яғни негіздемеміз атқару жазба немесе атқару парағы болып табылады ғой, соны таныса аласыздар. Мысалы үшін бұл қай жағдайда тиімді? Бұрын классикалық үлгіде атқарушы жазбаны алу үшін тұлға сот орындаушыға атқару жазбасының көшірмесін алу өтініш жолдайтын, арыз жолдайтын. Ол 3 жұмыс күні ішінде қаралады сот орындаушы тарапынан, және де атқару жазбасының көшірмесі жолданады. Ал ол ұзақ уақыт мерзім алады. Ал сіздер приложенияға кірсеңіздер, тікелей атқару жазбасын ала аласыздар, және тікелей атқару жазбасын бұздыру бойынша нотариусқа немесе сотқа өтініш арыз талап жаза аласыздар. Одан басқа бұл приложение арқылы сіздер сот орындаушының қызмет ақысын мөлшерлемесін есептей аласыздар. Одан кейін шет елге тиым салынған ма, бар ма определенный тұлғаға, жоқ па, оның жеке сәйкестендіру номерін теру арқылы көре аласыздар. Және де одан да басқа приложенияның тиімді жақтары бар. Егер ақпарат сіздерге тиімді болса, лайк арқылы немесе пікір қалдыру арқылы қолдап өтсеңіздер, болашақта осындай сынды приложениялар құқықтық сауаттылықты арттыратын көбірек видеолар салып отырамын. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Ақпарат сіздерге тиімді болды деп ойлаймын.